Абай, сен де қатырдың ба дедім, коммунист деп. Союздың кезінде коммунист болмаған, пионер болмаған, комсомол болмаған адам бар ма? Айтшы маған. Сенің әке шешең де болды комсомол. Сен как будто 1500 жылға қазақ даласынан бүгінгі Қазақстанға сап етіп тастағандай сөйледің ба дедім. Қатырасың, Бәріміздің де әке шешеміз комсомол болды. Бәрі де коммунист болды. Коммунист болмаған бір адам қалған жоқ осы союздың составында тұрған адамдардан. Өзің шие болмаш, керіліп. Қазақтар ешқашан исламдың ұстанған емес. Кезінде хандар, батырлар, кішкене сондай лидерлерді жығып қойған. Оларды әйтеуір оқыса оқып, оқымаса әйтеуір аузымен мұсылманмын деген болғаны. Ешқандай да жығылып, мешіт соғып, ондай мұсылман болмаған қазақ. Өзбектер болды деп айтсаң болады. Қанша ғасырлық мешіттері тұр олардың. Қазақта мұсылман болды, қазақ бәрі жапа-тармағай дін оқыды дегенді осыны әңгіме қосаңдаршы өтірікті. Сасық арабтар дастарханның үстінен басып, нанның үстінен басып жүрген кімге әулие болады олар? Тек анау политический, саяси немен, саяси идеологиямен жаңа патша қатын жіберген ғой татар молдаларды, арамза молдаларды. Алдап, аңғал қазақтың барлығын татаршалап, ике-бике деп қойларының бәрін бір құран оқып, зауылдатып алып, арамзалар көрлеріңде тік тұрғырлар. Со арамзалардың бүлдіріп кеткені болды. Олар кіргіз алған жоқ исламды. Ислам дегеніне 90 жылдары келді. Қазаққа дәрет алуды, гигиенаны үйреткен арабтар емес, мазғайын шіртпесін айтып жүрген молдалар. Бүгінгі молдалар кешегі коммунистер. Қазақтар қатырады ғой, коммунизм заманда 70-жылықты әбден тілге дейін ұмытып, өлгенше беріліп коммунист болады дегенге. Тіліне дейін ұмытып, осындай жаңағы идеологияға берілгендер өзі орыс тілін білмейтін қазақтарды қорлап, күліп, келекелеп, мәмбет, ана, мынау деп өздерінше. Енді бүгін сол кешегі қызыл коммунистің ұрпақтары молда болып отыр бүгін. 100% гарантия бере аламын. 100%. Сөйтіп, себебі солар біледі. Коммунизмнің несін, жаңағы, бұл кешегі НКВД-шінің тұқымдары, кешегі коммунистің ұрпақтары, кешегі қазақты мынандай қазақтың ішінен ірітіп, сатып берген сатқының ұрпақтарының барлығы бүгін молда болып отыр. Бұлар әбден несін алған ғой, тілін алған ғой. Заманның ағымына қарап, жаңағы түлкі болса тазы болып шалайын деп, тазы болып жүрген адамдар ғой. В общем, коммунистің да керек емес, дінің да керек емес бізге. В общем, кәдімгі қарапайым қазақ болу керек.